Сәлеметсізбе көрермен, біз бүгін ерекше шығармашылық түрмен бөлісетін боламыз. Алдымен каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Жалпы каналымда көптеген видеолардың біразы осындай сурет салуға қатысты. Не себептен дейсіздер? Себебі шығармашылық баланың ой-өрісін дамытуға өте жақсы көмектеседі. Және еркін сөйлеуіне, ойын еркін жеткізуге өте жақсы көмектесетін әдістердің бірі болып табылады. Көріп тұрғандарыңыздай, үлкен ватман немесе осындай мен сияқты обой қолдансаңыздар да болады. Кез келген пішіндегі осындай рамкалардың суретін саласыздар. Бұл дәстүрлі емес сурет салу әдісі болып табылады. Видео пайдалы болса, міндетті түрде лайк басып, астына комментарийда өздеріңіздің ойларыңызды жазып кетсеңіздер. Алдымен мінекей мен үлгі ретінде бір-екі суретті салып көрсетемін. Ал қалған рамкалардың ішіне балалар өздері қиялындағы суреттерді түсіретін болады. Не себептен дәл осылай жасап жатырмын? Өйткені бала таза ақ параққа салғаннан гөрі ол жерде тез жалып кетеді сурет салуға. Ал мұнда баланың ой-өрісі, қызығушылығы арта түседі. Сондай әртүрлі үлгіде әдіс-тәсілдерді қолданып отырып, баланың қызығушылығын оятуға болады. Балаға ыңғайлы болу үшін қол жетімді қабырғаға іліп қоясыздар. Ары қарай өздерінің қиялдарын, туындыларын сала береді. Ары қарай балалардың өзінің идеяларын көретін боламыз. Не салып жатыр, немен салып жатыр деген сияқты өздеріне еркіндік береміз. Видео пайдалы болса, міндетті түрде лайк басуды ұмытпаңыз. Каналыма тіркеліп, колокольчикті басып қойсаңыз, алдағы видеоларды әрдайым бірінші көретін боласыздар. Жалпы каналымда бала дамуына қатысты түрлі ақпараттармен бөлісіп отырамын. Міндетті түрде каналымнан алыстамай, әрдайым бізді тамашалап жүрсеңіздер, біз өте қуанышты боламыз. Бала дамуында өте күрделендіретін еш нәрсе жоқ. Қолыңызда бар нәрсемен, қолыңыздан келетін нәрсемен ақ барлығын жасауға болады. Біз мінекей осындай қарапайым ғана заттардан ерекше бір сурет салу әдісін ойлап таптық. Біздің видеомыз пайдалы болып жатса, міндетті түрде лайк басуды ұмытпаңыздар, каналға тіркеліп, поделиться батырмасын басып, өзіңіздің баласы бар ата-аналармен бөліссеңіздер де болады. Сау болыңыздар.